Сәлем достар! Мешіт мұсылмандардың құлшылық жасайтын қасиетті орны. Бұл жерде адамдар жиналып, Аллаға мінәжат жасайды, намаз оқиды, Құран тыңдайды және діни білім алады. Мешіт тек ғибадат орны ғана емес, ол рухани тәрбие мен бірліктің орталығы. Бүгін біз әлемдегі ең үлкен және ең әсем мешіттер туралы айтамыз. Оныншы орында Жамқаран мешіті. Иран елі Кум қаласында орналасқан, сыйымдылығы 150 мың адам. Бұл мешіттің тарихы өте терең. Ол бірнеше ғасыр бұрын салынған және кейін бірнеше рет кеңейтілген. Мешіт ерекше безендірілген, күмбездері, мұнаралары және ішкі залдары түрлі өрнектермен көмкерілген. Әсіресе аптаның белгілі күндерінде мұнда мыңдаған адамдар жиналып діни рәсімдерге қатысады. 9-шы орында Тәжул Мәсжид. Үндістандағы Бхопал деген қалада орналасқан, сыйымдылығы 175 мың адам. Атауы мешіттердің тәжі деген мағынаны білдіреді. Бұл Үндістандағы ең үлкен мешіт. Ғимарат қызғылт түсті таспен салынған және үлкен ауласымен ерекшеленеді. Ішкі бөлігі өте сәнді, мрамор едендері жарқырап тұрады. 8-ші орында Истиқлал мешіті. Индонезияның Джакарта қаласында орналасқан, сыйымдылығы 200 мың адам. Бұл оңтүстік шығыс Азиядағы ең үлкен мешіт. Ол Индонезияның тәуелсіздігі құрметіне салынған. Құрылысы бірнеше жылға созылып, нәтижесінде елдің символына айналды. 7-ші орында Республикалық бас мешіт. Қазақстан Республикасы Астана қаласында орналасқан, сыйымдылығы 235 мың адам. Қазақстандағы ең үлкен мешіттердің бірі. Ол заманауи және дәстүрлі ислам сәулетін үйлестірген ерекше ғимарат. 4 мұнарасының биіктігі 130 метрге жетеді, ал үлкен күмбезі алыстан көз тартады. Ішкі бөлігі мармармен, өрнектермен және витраждармен безендірілген. Бұл мешіт тек діни орны ғана емес, сонымен қатар мәдени орталық болып табылады. Фейсал мешіті. Пәкістанның Исламабад қаласында орналасқан, сыйымдылығы 300 мың адам. Бұл мешіт Оңтүстік Азиядағы ең ірі мешіттердің бірі. 1986 жылы салынған. Оның ерекшелігі дәстүрлі күмбездің болмауы. Дизайны бедуиндердің шатырларына ұқсайды. Ақ мәрмәрден тұрғызылған бұл мешіттің 4 мұнарасы бар. Әрқайсысының биіктігі шамамен 88 метр. 5-ші орында Әл-Ақса мешіті. Иерусалим қаласында орналасқан, сыйымдылығы 400 мың адам. Әл-Ақса мешіті исламдағы ең қасиетті орындардың бірі. Ол Иерусалим қаласында орналасқан және мұсылмандар үшін Меккедегі Әл-Харам және Мединедегі пайғамбарымыздың мешітінен кейінгі 3-ші мешіт болып саналады. Мешіт ақ таспен салынған және алтын мәрмәрмен безендірілген. Оның бір ғана мұнарасы бар. 4-ші орында Джамия мешіті. Пәкістанның Карачи қаласында орналасқан, сыйымдылығы 600 мың адам. Бұл мешіт Пәкістандағы ең үлкен әрі әлемдегі ең ірі мешіттердің бірі. Ол 2026 жылы аяқталған жаңа әрі заманауи құрылыс. Мешіттің дизайны моғол және парсы сәулетінің үйлесімімен құрылған. Ол биік төбеде орналасқандықтан алыстан көзге бірден түседі. Кешенде 150 күмбез бар, ал ең үлкен күмбездің биіктігі 75 метрге жетеді. Сондай-ақ 99 метрлік алып мұнарасы бар. Ауласы үлкен су бұрқақтармен және күннен қорғайтын автоматты қол шатырмен жабдықталған. 3-ші орында Имам Реза кешені. Иранның Мешхед қаласында орналасқан, сыйымдылығы 700 мың адам. Имам Реза кешені тек мешіт қана емес, үлкен діни және мәдени орталық. Оның құрамына мешіт, кесене, кітапхана, музей және бірнеше кең аула кіреді. Сәулеті ерекше сәнді, қабырғалары керамикамен, мозаикамен, ою-өрнекпен және каллиграфиялық жазулармен безендірілген. Бұл орында тек мұсылмандар үшін ашық. 2-ші орында пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мешіті. Ол Сауд Арабия елінің Мәдина қаласында орналасқан, сыйымдылығы 1.500.000 мың адам. Бұл ислам әлеміндегі маңыздылығы жағынан 2-ші орында тұрған қасиетті мешіт. Ол Мәдина қаласында орналасқан және Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам жерленген жері ретінде ерекше құрметке ие. Пайғамбарымыздың қабірі жасыл күмбездің астында орналасқан. Мешітте 100 метрден асатын 10 мұнара бар және оған 80-нен астам кіреберіс арқылы кіруге болады. Бұл мешіт техникалық жағынан өте дамыған. Мысалы, ол
Араб түбегіндегі алғаш электр жарығы жүргізілген орындардың бірі. Сонымен қатар мұнда автоматты түрде ашылып жабылатын шатырлар мен заманауи салқындату жүйесі бар. Бірінші орында Әл-Харам мешіті. Сауд Арабия елінің Мекке қаласында орналасқан, сыйымдылығы 4 миллион адам. Бұл жер бетіндегі ең үлкен әрі көп адам сиятын мешіт. Сонымен қатар ол ислам тарихындағы ең алғашқы қасиетті орындардың бірі. Дәл осы жерге мұсылмандар өмірінде ең маңызды сапар қажылық жасау үшін келеді. Бұл сапар хадж деп аталады және әрбір мұсылман үшін үлкен рухани міндет болып саналады. Мешіттің орталығында орналасқан Қағба исламдағы ең қасиетті нысан. Қара түсті текше пішінді бұл ғимаратқа әлемнің барлық мұсылмандары намаз кезінде бет бұрады. Бүгінде мешіт толықтай заманауи технологиялармен жабдықталған. Кондиционерлер, эскалаторлар, жарықтандыру жүйелері бар. Алайда бұл қасиетті орынға тек мұсылмандарға ғана кіруге рұқсат етіледі. Бұл мешіттер тек құлшылық орны ғана емес, сонымен қатар әлемдік сәулет өнерінің керемет туындылары. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.